Сәлем достар, Жұлдыздың шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай слиди тоқуды үйренеміз. Бұл слидида өте оңай, тез тоқылатын варианттардың бірі. Слидиді тоқу үшін бізге екі түстегі жіп керек. Менде 100 грамда 300 метр акрил және крючогым менің 2,5. Аяқ өлшемін аламыз. Менде ұзындығы 22. 22 және тобықтан тобыққа дейінгі өлшемім 18 сантиметрге тоқимын. Тобықтан тобыққа дейін менде 18 сантиметр. Ең алдымен тобықтың биіктігіне қарай цепочка тоқудан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Менде 44 цепочка 18 сантиметр болды. Енді бірінші қатарды тоқимыз. Мен шеткісін белгілеп қойдым. Енді 3 воздушный петля. 1, 2, 3. Бұл бізде бірінші столбик болады. Әрі қарай жіпті ілеміз крючокқа. Келесі цепочкаға өткізіп, жіпті тартып аламыз. Екеуін қосамыз. Сосын екі петляны қосамыз. Столбикті снакетін тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Бірінші қатарды тоқып болды. Енді екінші қатар. Мынандай бір жағына ұзындау қылып жіп қалдырдым. Бұл қазір бізге өкшесін тігуге керек болады. Жіпті іліп алдық крючокқа. Бізге бұл өрнектен табанның ұзындығына қарай тоқу керек. Менде 22 сантиметр болса, мен 11 сантиметрге дейін тоқимын осыны. Содан кейін қысқартуды бастаймыз. Табанның ұзындығының жартысын тоқып болдым. Менде 11 сантиметр 16 қатарға тең болды. Енді әрі қарай тоқуды жалғастырамыз. Ол үшін 1, 2, 3 воздушный петля. Жіпті іліп аламыз крючокқа. Келесі столбикке өткізіп жіпті тартып аламыз. Кейін қосамыз. Тағы жіпті іліп алып. Шуын қосамыз. Әрі қарай бір столбиктен тоқимыз. Және мына шетінен тағы да бір столбик қысқартамыз. Соңғы жағына келдік. Бұл жерде де біз бір столбик қысқартамыз. Келесі қатарымыз. Келесі қатарда да осылайша столбиктен қысқартамыз екі жағынан. Әрі қарай бір столбиктен және мына шеткі жағынан да тағы бір столбик қысқартамыз. Осындай әдіспен бізде қалған 11 сантиметрді, яғни екінші жартысын табанның сол ұзындыққа дейін тоқимыз. Мен қажетті табан ұзындығын тоқып болдым. Менде барлығы 32 қатар болды. Енді слидидің жоғарғы жағын тоқимыз. Менде қысқартқаннан кейін мына жерде 14 столбик қалды. Осыны әрі қарай ешқандай қысқартусыз, қосусыз үстіңгі жағын тоқимыз. Үстіңгі бөлігін мен тоқып болдым. Осылайынан қазір жинаймыз. Үстіңгі бөлігіне ешқандай өзгертусіз 16 қатар тоқыдым. Енді өкше жағын тігеміз. Өкше жағдайын енді алдыңғы жағын тоқимыз. Ол үшін
біздің мынау қысқартудың алдындағы қысқартпаған 16-шы қатарымыз ортасы мінекей біздің табанның. Мынау біздің қысқартып бастаған қатарымыз, мұны қысқартпаған. Соған тоқимыз. Бізге ақ жіп керек. Бір, екі, үш. Қайтадан сол қатардың бүйірінен өткіземіз. Енді келесі қатарды тастап кетеміз. Бір жолақты үшінші жолаққа, мына жақтан да біреуін тастап кетеміз. Келесі жолаққа өткізіп алып, бір жолақ қалдырып кетеміз. Келесі жолаққа қалдырып кетеміз де келесісіне. Осылайша екі жағынан тоқып шығамыз. Екінші бетінің өрнегі былай теріс қарап түспес үшін мына жерге екінші жақ бетін башпай жағынан былай қарай тоққан дұрыс. Мына жерде төртіншісін мына жаққа бекіткендіктен бас жағын қарсы бетінде солай бастадым. Біздің сіледей дайын болды. Неке. Осылайша оңай тоқып алуға болады. Мастер-класс ұнаса, лайк басып, ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.